Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге ерекше дәмді етті пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Мұның құрамында көкөністер қосып жасауға болады, яғни асқабақ және де картоп қосылып жасалған өте керемет дәмді болып шығатын етті бәлішті менімен бірге жасап көріңіздер. Тексерілген рецепттің түрі бір жасағынан керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, қайта-қайта жасай бергілеріңіз келеді. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бисмиллах деп бастаймыз. Қамырды жасау үшін бізге қажетті заттар: ұн, сұйық май, жылы су, тұз, қопсытқыш. Сұйық майдың орнын ерітілген сармаймен де алмастыруға болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Және де тұзымызды салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Осы видеоның астына описание бөліміне міндетті түрде мөлшерлерінің барлығын жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Және де осының үстіне араластырып болғаннан кейін міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып, және де оның үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып алғаннан кейін қамырымызды илейтін боламыз. Мен алғашқыда қамырды осылай күрекшемен біріктіріп алатын боламын. Қамырымыз тым қатты немесе тым жұмсақ болмау керек. Орташа көлемде, яғни қолымыздың көмегімен илеп алатын боламыз. Мінекей бізде осындай қамыр шығады. Енді осы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз, және де осы уақыт аралығында салмасын дайындайтын боламыз. Ал ендеше кеттік, салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасын дайындау үшін бізге 2 картоп, 1 сәбіз, асқабақ және де тартылған ет қажет болады. Енді осы көкөністеріміздің барлығын турап алатын боламыз. Дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай жіңішке кубиктап турап алсаңыздар болады. Әрине бұл өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай, дәл осылай турау міндетті емес. Қаласаңыздар түйоркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Бұл әрине өздеріңіздің еріктеріңізде. Мен бірақ осылай қолмен турағанды жөн санадым, және де дәл осылай кубиктап турап алдым. Құрметті көрермендерім, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды, және де осы видеоның астына қандай рецепт түрлерін көргілеріңіз келеді, сол туралы да, яғни өз ойларыңызды қалдыра кетсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, пиязымызды да дәл видеодағыдай жіп-жіңішке етіп турап аласыздар. Мінекей біз барлығын турап алдық. Енді осының үстіне дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын, енді қамырды дайындауға кірісетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Тоңазытқыштағы қамырды шығарып, теңде 2-ге бөліп алатын боламыз, және де бөліп алған қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай дөңгелек етіп жасап алатын боламыз. Бұл біздің астыңғы және үстіңгі бөлігі болады. 2 бөлікке бөлінген соң әрқайсысын жұқа етіп жайып алатын боламыз. Ал ендеше қамырды жаюға кірісетін боламыз. Столымызға ұнымызды себе отыра, алғашқыда қолымыздың көмегімен осылай дөңгелетіп аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен жұқа етіп, дөп-дөңгелек етіп қамырымызды жайып алатын боламыз.
Қамырымызды жайып болғаннан кейін бізге осындай таба қажет болады. Яғни формаға қамырымызды осылай жайып шығатын боламыз. Астын майлауды ұмытпаңыздар. Егер де пергамент қағаз болса, онда міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, қамырды үстіне осылай жайып сала берсеңіздер болады. Енді осының үстіне дайындап қойған салмамызды салатын боламыз. Барлық салмамызды қолымыздың көмегімен әдемілеп жайып шығатын боламыз. Барлық жеріне жететіндей етіп. Екінші қамырымызды да осылай жайып аламыз, және де осы пирогтың үстіне қойып, жандарын түйіп шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ақырындап қолымыздың көмегімен, яғни пирогтың жандарын осылай түйіп шықтым. Қаттырақ баса беріңіздер, салмасы яғни шашырап кетпеу үшін міндетті түрде осылай ақырындап, асықпай, әдемілеп жан-жағының бәрін түйіп алыңыздар. Қамырымызды формамызға әдемілеп орналастырып алдық. Енді осының ортасын, яғни пирогтың ортасына ауа барып, жақсы толықтай пісу үшін кішкене осындай тесік жасап қойсаңыздар болады. Енді осының үстіне жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне, яғни үстіне жағып аласыздар. Және де алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып дайындап қоятын болыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат аралығында пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп алатын боласыздар. Қалауларыңыз бойынша бетіне күнжут мак сепсеңіздер де болады. Бұл әрине өз еріктеріңізде, сеппесеңіздер де өте дәмді, сондай ерекше болып шығады. Мінекей енді дайын, пісіруге жіберетін боламыз. Ал ендеше кеттік, піскенін күтеміз. Мінекей біздің пирогты бәлішіміз пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл, сондай жұмсақ қамыры, және де өте дәмді ерекше болып пісіп шықты. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.